Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен сүзбелі бәліштің жасалу жолымен бөлісемін. Дәмі өте керемет, жұмсақ әрі жасалу жолы оп-оңай. Мен арнама тіркеліп, видеоның соңына дейін қарап, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп аламыз және жұмсақ сары майымызды салып, қолымызбен крошка жасайтын боламыз. Ұн мен майды жақсылап араластырып үгітеміз. Егер май қолыңызға жабысып, оны аз болып жатса, кішкене ұн себелеп жіберіп үгітуге де болады. Мінекей сары майымызды ұнтақтап алдық. Осындай крошка болу керек. Енді оның үстінен қант саламыз. Және бір пачка қопсытқышты саламыз. Енді осы екеуін жақсылап араластырамыз. Қамырды дәл осындай екі бөлікке бөлдік. Кіші бөлігі пирогымыздың жоғарғы жағына және үлкен бөлігі төменгі жағына болады. Төменгі жағындағы қамырымыз шашырап кетпеу үшін бір жұмыртқа қосып, қамыр етіп илейміз. Осылай илеп алған қамырымызды пергамент қағазының үстіне қолымызбен жайып шығатын боламыз. Егер қолданыспен жаюға қиналсаңыздар, оқтаумен жайып үстіне қоюға да болады. Қамырды осылай пергаменттің үстіне жақсылап орналастырдым және шетшесінен осындай бортиктер жасайтын боламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Сүзбеміздің үстінен қантымызды саламыз. Біздің сүзбеміз құрғақ, осылай шашырап тұратын сүзбе болуы керек. Үстінен бір жұмыртқа саламыз. Біраз қасық крахмал салып, жақсылап араластырамыз. Бізде бұл жерде крахмал және жұмыртқа кескен кезде сол сүзбеміз шашырап кетпей, бірігіп тұру үшін керек болады. Жақсылап араластырамыз бір кепкі болғанша. Қамырдың үстінен сүзбемізді салып, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Сүзбемізді жайып алдық. Енді екінші қамырымызды бетіне бір тегіс етіп жайып шығамыз. Пешкамызды алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз және қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Осылай қып-қызыл болып пісу керек. Толық соғаннан кейін бетіне қалауыңыз бойынша қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Осымен достар, біздің сүзбелі бәлішіміз дайын болып қалды. Кесіп дастарханға ұсына беруге болады. Дәмі өте керемет, жұмсақ және үгітіліп тұратын болады. Дәл менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Мен арнама тіркеліп, қолдап, қоңырауын басып қойыңыздар және ұнаса достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Сау сәлеметте болыңыздар.